Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы PowerPoint 2013 программасы туралы негізгі түсінік. Тақырыпқа байланысты терминдермен танысатын болсақ, көрме, presentation, slide, design, анимация, animation, ауысу, переход, transition, слайдтарды көрсету, slideshow. PowerPoint программасы туралы негізгі тақырыбымызға байланысты қарастырылатын сұрақтар, бағдарлама туралы негізгі түсінік, PowerPoint 2013 бағдарламасының мақсаты мен міндеттері, бағдарламаның интерфейсі. Microsoft PowerPoint көрмелерді әзірлеуге арналған Microsoft Office пакетінің құрамына кіретін программа болып табылады. Ол мұғалім, оқытушылар және басқа да көптеген қолданушыларға дәріс оқығанда, сабақты түсіндіргенде, өзінің сынып отырған ақпаратымен таныстырған кезде мультипликацияларды, анимациялар, әртүрлі видеоларды қолданып, мониторингтардың нәтижесін қолданып ақпаратты көрнекі түрде ұсынуға мүмкіндік беретін программа болып табылады. PowerPoint-тың негізгі міндеті ақпаратты қабылдау және есте сақтаудың тиімділігін арттыру мақсатымен көрмелерді жоспарлау, жасау және өңдеу. PowerPoint-тың негізгі мақсаты ақпаратты көрнекі, безендірілген түрде көрсету. Ақпаратты мәтін түрінде көрсететін болсақ, қолданушылар ол ақпаратты дұрыс қабылдамауы мүмкін. Ал сіздер мысалы суреттермен, сол ақпаратты видеомен, кестелермен, арнайы осындай программалардың көмегімен ұсынатын болсаңыздар, сіз берген ақпарат олардың көпке дейін естерінде сақталып қалуы әбден мүмкін. Көрме, сіздің қандай да бір қызметіңізге байланысты материалдарды ұсынуға арналып компьютерде жасалған слайдтардың көрсетілімділік жиынтығы. Слайдтар әртүрлі қызықты суреттермен, сызбалармен және эффектілермен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Слайдтар, презентацияларды қағаз бетіне шығару үшін біз оның өлшемін өзгертуге тура келеді. Ол A4 өлшемі ені 21 см, ұзындығы 29 см-ға тең екен. Ал осы бағдарламаның ең негізгі ерекшелігі бұл анимациялар мен дыбыс жазу болып табылады. Ал енді Білімленд порталынан презентация ұғымына байланысты видеороликті сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Презентация ұғымы. Қазіргі таңда презентация оқытудың, бизнес жобаларды көрсетудің, өнімдерді сатудың және тағы басқа маңызды әдістердің бірі болып табылады. Презентация жасау үшін біз үнемі бағдарламалық жасақтама презентацияларын пайдаланамыз. Бұл көпшілік алдында пайдаланатын ақпараттық презентация немесе айтылатын сөзді қамтамасыз етуге көмектесетін және оқиғаларды айтып жеткізуге арналған суреттер мен сөздер тізбегін жасауға қолданылатын бағдарлама категориясы. Презентацияларға арналған бағдарламалар. Бизнес презентацияларға арналған бағдарламалар. Мультимедиалық бағдарламалар. Жоғарыда аталған екеуінің де салаларын өз ішіне қамтитын бағдарламалар болып бөлінеді. Әзірлеудің мультимедиалық программалық жасақтамасы аудио және видео тізбектерінен тұратын күрделі презентация жасауға мүмкіндік береді. Бизнес презентация бағдарламалық жасақтамасы сізге суреттер мен басқа құралдарда әзірленген аудио және видеоны қосуға мүмкіндік береді. Top 10 Reviews бағалауы бойынша 2014 жылдың ең танымал презентациялық бағдарламалық жасақтамалары Microsoft PowerPoint, SoftMaker Presentations, Corel Presentations, Power Presentation, Presentation, Prezi Pro, Pro Presenter және MediaShow. PC және Mac нұсқаларында бұлардың бәрі болмаса да көбі болады. Жақында HTML флеш анимациясының қамтамасыз етілуімен жаңа презентация пайда болды.
HTML SlideShare, Google Presentations, Prezi, SlideRocket желіде онлайн жұмыс істеуге, презентацияңызды сенімді хостта сақтауға және оларды әлеуметтік желілерді қолданып бөлісуге мүмкіндік беретін қызметтер сияқты қызмет түрлерін қолдануға мүмкіндік береді. Мен сіздерге онлайн презентация құралын қолдану мысалын көрсетейін. Бұл мысалда мен Google презентациясын қолданбақпын. Google презентацияларын қолдану үшін Gmail-да тіркелуіңіз керек. drive.google.com Google Drive-қа кіріп, создать батырмасын басқанда пайда болған мәзірден презентацияны таңдаңыз. Келесі керекті күйді таңдап, атын және презентация тұжырымдамасын толтырыңыз. Сосын файл батырмасын басып, пайда болған мәзірден скачать как, кейін Microsoft PowerPoint-ты таңдаңыз. Сақталған құжаттың кеңейтілімі PPTX үлгісінде болады. Яғни сіздер презентация жасаудың басқа да бағдарламаларымен таныстыңыздар. Презентация бағдарламасын PowerPoint іске қосу үшін пуск және соның ішінен таңдап аламыз мәзірлер қатарынан Microsoft Office және соның ішінде өзіміз жұмыс жасайтын Microsoft PowerPoint программасын таңдайсыздар. Ал бұны жиі пайдаланған сайын бұл жиі пайдаланатындар қатарына қосылады және осы қатардан пускқа кіріп бірден тауып алуларыңызға болады. Бағдарламаның интерфейсімен танысатын болсақ, келесі видеоға назар аударыңыздар. PowerPoint бағдарламасы интерфейсі. Кез келген бағдарламаны қолдану үшін қандай құралдары барын және оларды басқаруды білу қажет. Офистің барлық бағдарламалары стандартты бастапқы беттен тұрады. Интерфейсін анықтау үшін дайын презентацияны ашамыз. Презентация ашылған мезеттегі мына оң жақтағы жалаушаға назар аударамыз. Бұл жалауша жұмысты аяқтаған жерінен жалғастыру мүмкіндігін ұсынады. Офис нұсқаларының барлық бағдарламаларында осы қосымша іске қосылған. Алдарыңызда бұл жұмыс нөмір 4-ші слайдта және қай уақыт аралығында тоқтатылғаны жайлы ақпар жарияланулы. Бұл кезде слайдтар саны өте көп болып, соңғы тоқтаған әрекеттегі слайд санын тез табу мүмкіндігін береді. Байқағандай, PowerPoint интерфейсі жаппай офис қосымшаларына сай қарапайым келеді. Жоғарыда тез қатынау және қол жеткізу панелі. Мәзір жолағы негізгі мүмкіндіктерге жол ашады. Төмен бөлікте қалып күй қатары ол келесі ақпараттарды қамтиды. Слайд саны, ағымды слайд саны. Тышқанның оң жақ батырмасы қалып күй қатарының параметрін белгілеу мүмкіндігін береді. Мысалға, мен мына пунктті таңдасам. Тема, осы слайдта қандай тақырып қолданылғанын көретін боламыз. Оң жақта тез қатынау белгішелері ескертулерді көру мүмкіндігін ұсынады. Ары қарай масштабты өзгерту жолағы слайд масштабын өзгертуді ұсынады. Мысалға, оны плюсты басып, жақындату, немесе минусты басып, кішірейту. Ары қарай слайд мөлшерін қолдан қоюымызға болады. Ал мына батырма слайд масштабын автоматты түрде слайд терезесіне сыйдыруды таңдайды. Сол бөлікке қарай үнсіз растауда эскиздер панелі. Онда біздің слайдымыздың кішірейтілген бейнесі орналасқан. Слайд арасында эскиздерді шерту арқылы ауысуды жүзеге асыра аламыз. Қарасаңыздар, слайдтың негізгі жұмыс аймағы өзгереді. Сонымен бірге эскиздер панелін өзгертуге болады. Шекара орталығына курсорды қойсақ, ол екі жақты бағыттауышқа ауысады. Сол жақ батырманы басып, өз қалауымызша көлемді өзгертеміз. Тура солай комментарий мен жазбаларды өзгертуге болады. Оң жақ батырма контекстік мәзір, слайд құру, слайд көшірмесін алу, өшіру, тағы сол сияқты мәзірден тұрады. Слайд аралық қатынауды оң жақ айналдыру сызығы жүзеге асырады. Егер сол жақ батырманы бассақ, қай нөмірлі слайд және оның тақырыбын көрсетеді.
батырманы жібереді. Батырманы жіберу арқылы автоматты түрде сол жоғарғы слайдқа қатынайтын боламын. Төменгі айналдыру сызығында бағыттауыш белгішесімен батырма бар. Оны таңдау арқылы жоғары немесе төменгі слайдқа ауысуға болады. Айналдыру сызығы астыңғы бөлігінде тағы екі бағыттауыш орналасқан. Олармен жоғары төмен қатынас жүзеге асады. Айырмашылығы неде? Қалыпты жағдайда қажет етілмейді. Ал егер слайдты үлкейтсек, онда бірегей бағыт ғана жоғары ауысады. Тура осы әрекетті тышқан айналдырғышы да береді. Батырмалар page up, page down слайдқа жоғары және төмен ауысуда қолдануға болады. Барлық слайдты ағымды терезеге сыйдыру мына батырма. Төменгі айналдыру сызығы астындағы заметки, жазбалар батырмасы презентация жасау немесе хабарлауды ескерту қызметін атқарады. Негізгі 4 батырма home, слайд ерекшеленбесе автоматты түрде бірінші слайдқа қайтарады. End, соңғы слайдқа қайтарады. Page up, алдыңғы слайдқа. Page down, келесі слайдқа. Жоғары төмен батырмалары слайдқа ауыстыру әрекетін жүзеге асыруда қолданылады. Бұл ең негізгі элементтер емес, дегенмен жұмысты ыңғайлы, тез және бастысы слайдты мазмұнды жасауға барлық назарыңызды аудару мүмкіндігін ұйымдастырады. Яғни сіздерге бағдарлама интерфейсы туралы толық ақпарат берілді деп ойлаймын. Ал енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Жұмыс дәптеріне дәрісті жазып толықтырыңыз. Екіншісі, жаңа сабаққа байланысты бірінші бастапқыда айтылған терминдердің ағылшын тіліндегі аудармасын жаттап алыңыз. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. Презентацияны қандай салаларда қолданылады, жалпы қандай салаларда қолданылады. Екінші сұрақ, сіз өз мамандығыңызға байланысты осы бағдарламаны қандай жағдайда қолданар едіңіз? Үшінші сұрақ, PowerPoint презентациялық бағдарламасының нұсқаларын атаңыз. Яғни қай жылдан бастап қазіргі таңда қай жылғы нұсқалары қолданып келе жатқан хронологиялық кестесін жасайсыздар. Осымен сабақ